Ассалаумағалейкум, құрметті канал көрермендері. Мына Құдай қаласа Аллахтың қалауымен біздің Қазақстанда да осындай керемет бір жаңа шаруашылықты сіздермен таныстыратын боламыз. Жаңа қора. Мына ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Түркістандық Абдулла ағамыз. Қалайсыз Абдулла аға, жақсысыздар ма? Мына Аллах берекесін берсін. Амин. Керемет шаруашылығыңызға Алла берекесін берсін. Абдулла ағамыздың қазір Құдай қаласа жаңадан салынған қорасы сіздермен толық және видео түсіріп, осы жерден ақпараттармен бөлісетін боламыз. Мына баршаңызға Аллах нәсіп қылсын, машалла. Міне қазір Құдай қаласа Абдулла ағамыздың шаруашылығы сіздерге ең бірінші қызығына қора болып тұр ғой, қора ішіндегі малдар. Ал міне, машалла, баракаталлаху фикум, міне көріңіздер, тамашалаңыздар. Абдуллаға енді өзіңіз жайлап түсіндіріп өтсеңіздер, мына канал көрермендеріне барлығын түсіндіріп, мына жерде мына қоралар не үшін салынған, ана қоралар не үшін салынған, қандай мал тұрады деген сияқты осындай ақпараттармен бөлісе кетсеңіздер. Құрметті канал көрермендері, айта кетейік, бұл қораның бірінші түсірілімі Құдай қаласа осы біздің каналымызда болып жатыр. Өзі әбекең салып атқан кезде бір уәдеміз бар еді, Құдай қаласа. Сол уәдесінде тұрып, бірінші каналымыздан сіздерге осындай керемет қораны, енді әзірге менің көрген қораларымның ішіндегі ең номер 1 қоралардың бірі болып тұр қазіргі таңда. Енді бұдан тамаша осындай условиясымен қора көрген жоқпын. Алла берекесін берсін. Ең бастысы, мына шаруашылық істерінің алдында адам өзіне ыңғайлы жағдай жасау керек. Одан кейін малды бағудан қашпайды. Дұрыс па әбеке? Дұрыс. Шаршамайсыз. Ал енді әбеке, өзіңіз жайлап бастай берсеңіз, бұл қайсысы не жайында, мына жер қандай загон? Негізі қоз-қошқарлар, қошқарларға, ұрықтық, соларға арналған қорамыз, арнайы тұратын. Бұл биылғы түскен қозыларымыз. Бұл жерде мына өзімізге деп алған Арманидың төлі. Шудан алып келгеніміз өткендегі. Бұл самұрықтың баласы ар жағында. Бұл жерде менің түсінгенім бойынша қазір тек еркек малдар тұруға арналған загон, ұзына бойы, бөлек-бөлек әрқайсысы. Кейін арнайы қашыратын болсақ, қойларын таңдап, сол кезде қосатын жерлерімізді, мысалы қошқардың алдына. Қоз-қошқар ноянның төлдері биылғы түскендер. Машалла, байқасаңыздар. Сіз айта беріңіз, әбеке. Бұл. Мынау да өткен жылғы жазда түскен ноянның төлі буриматкадан түскен. Әрқайсысы әрнеден. Мынау қазір буриден түскен қозы-қошқар. Енді бұл жерде әртүрлі экземпляр бар. Арманидан да бар, нояннан да бар. Енді мына қазір кішкене көңіл бөліп назар аударып қойыңыздар. Әр қорада осындай, әр загонда мынандай үстерін қасынатын осындай щеткілер ілінген. Бұл жәндегі малдың өзінің жәндегі шыбын шіркей басқалар денесіне қонған кезде, қышыған кезде соның барлықтарын өздеріне жайлы комфорт ұйымдастыру үшін ғой, арқамды қашшы деген сияқты. Одан кейін жеке-жеке әрқайсысына сулары қойылған, және де жеке-жеке өздерінің астауларымен, міне көрсеңіздер. Бұл жерде пробный көру үшін қойған жеріміз, арнайы бөліп қоятын 2-3 қойға. Бұл жерге қазір Абдулла ағамыз өзі осы 2-3 күн болды әкеліп жайғастырғанына, оған дейін мал тұрған жоқ, себебі өзі 1 апта болды қораның біткеніне. Қазір әлі де қосымша істелінетін жерлері бар, бірақ дегенмен де біз асықтырып осындай видео түсірейік, халыққа көрсетейік деп осылайынан мына Сұхраб ағамыз да осы жерде. Алейкум ассалам. Ал енді осы жағыңызды түсіндіре беріңіз. Енді главный үлкен қорамыз осы, саулықтарымыз тұратын қора. 20 саулыққа арналған, иншалла, беймал кең болып жүру үшін. Түсіндіре беріңіз. Бұл жерде қайсысы не, мынау, одан кейін бұл жердегі өзіңіздің қателіктеріңіз жасаған кездегі қандай өзгерістер жасауға болады екен, болмаса жаңадан қосқан дүниелеріңіз мысалы үшін да осы жерде. Себебі жаңадан шаруалар бастайды ғой. Осыған қызығып салғысы келетін кісілер бар. Сол кісілерге қандай ақпаратпен бөліссеңіз, мысалы үшін ерекше өзіңіз. Мүмкін болса, мынау нені ақырдың арт жағын көтеру керек екен, шамалы шөптер шашылмайды. Кейін мынау 40 сантиметр қылғанбыз. Бұны негізі 30 қысақ та жақсы екен, өш жерін. Себебі қой басын көтерген кезде шөпті шашады екен да. Өш жерден бір не көрдік өзіміз. Кейін потолок тек қана профнастильде болмайды екен.
Оның бәрі усилить етуіміз керек. Енді биылдыққа көрейін дедік, Құдай қаласа. Келешекте негізі потолок ОСБ-дан жасап, жаңағы пеноплекс па, сондай бір деңгейлер қоямыз, Құдай қаласа. Бірақ машалла мына қарасаңыздар, бұл қоралардың ерекшелігі барлық жағында өте биік қып салынған. Ауа айналымы жақсы болады. Малға сонда испарение жәндегі аммиак дегендей сондайлар өзіне қарай бөлінбейді, жоғарғы қарай шығып кетеді. Малда қинала қоймайды. Одан кейін әрқайсысына осындай жеке-жеке вентилятор, яғни желдеткіш қойылған екен. Міне көрсеңіздер, керемет қылып барлығын ойластырылған. И бұл жақта да байқасаңыздар, жәндегідей қасынатын шөткілер бұл жақта да бар екен, бұл загонда да. Одан кейін Абдуллаға тағы да бір нені байқадық. Қораңыздың полы ерекше екен. Бұл жерде не төселген, соны да айта кетсеңіз. Піскен қыштан төселген. Біз бәрін ойластырып көрдік те, ақылдастық, жігіттермен Сухраптың қорасына барып көрдік, Бақош ағамызбен ақылдасып, сол қыштың пісіп кеткені болады екен, өз арнайы сол. Малдың астына төсеуге. Соны төсеп шықтық. Қыстың күні ыстық болады, жаздың күні жақсы салқын болып тұрады. Сіңді екен жандардан. Сол қыштан төсеп шықтық астын. Міне керемет. Көрсеңіздер. Қазір енді мынау көпшілік осы туындайтын ең өзекті сұрақ осы ғой. Астына құм төсейік па, жоқ жәндегі қыш қоямыз ба, болмаса жәндегі фундамент қыламыз ба, болмаса тақтай қоямыз ба, болмаса тапчан қып істейміз ба деп жатады ғой көпшілік. Сондықтан енді Абдулла ағамыздың қазір таңдауы осы кірпішке, яғни күйген қышқа келіп тоқталған екен. Мына жердегі бір көрінісін бұлайынан тамашалап қойыңыздар. Енді машалла, Алла тіл көзден сақтасын, бағары көбейсін. Мынау енді бір ерекше көз тоятындай күніге видео түсіре береді деп қарап тұр енді. Ал енді бұл қорада барлығы қамтылған. Бағанда басында айта кеттім ғой. Соның бір көрінісі. Қазір Абдулла ағамыз таныстыра кетіңіз. Бұл не нәрсе? Малдарды вакцина дәрілеу үшін арналған. Мысалы, үлкен қорада артынан жүгіріп жүріп, оны қуып ұстамай, кіріп, бұрышқа айдаған кезде ішіне кіргіземіз. Мысалы, 5-6 кіреді ғой. Сол кезде малдардың жаңа уколдарын салуға, одан кейін тұяқтарын обработкаға. Осы нәрсеңіз не? Осыны бір анықтап көрсетіп жіберсеңіз. Бетін жауып қойғанбыз. Әдейі ертең күні су құйған кезімізде ішіп қоймасын деп, тотияйын құйып қойып, осы жерде. Қазір көріп отырсыздар ғой, былтырғы жылдан бастап, қазір Россияда болсын, Қазақстан болсын, Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, көпшілігінде лайым ауру деген қораға келмесін. Бірақ сонда да яшур деген ауру бар, басқалар бар, солар көбейіп кетті. Сол уақытта көпшілігі тұяқтарын әрқайсысын жеке-жеке ыстап, үстері бензин сасып, болмаса крайлин деп, сонда жәндегі қоймен алысып жатады. Ал енді біздің ұстап отқан осы асыл тұқымды арашам породаларымыз, бұлар өте етті әрі күшті келеді. Бұны бір адам оңайлықпен ұстай бермейді. Бір екі арашаны ұстағаннан кейін беліңді аламай қаласың. Вот сондайға мына керемет қылып ойластырылған. Негізі лайым ауру келмесе де, осылайынан айына бір рет тұяқтарын дезинфекция жасап тұрса, керемет болады екен. Сонда мынадан кіреді. Егерде уколдарын өздерінің уақытымен витаминдерін салады, болмаса глистагондар жасайды, яғни құртқа, басқа да паразиттерге қарсы дәрілеген уақытта сразу осы жерге жәндегі өзінің қандай сұйықтығы, кролины болсын, болмаса бензині болсын, осы жерге құяттағыны, сонымен сразу тұяқтарын батырып, келесі жақтан сыртқа қарай шығып кете береді екен. Міне машалла, барлығы ойластырылған. Міне көрсеңіздер. Енді шөткі, жаңа шөткіні алыстан көрсетіп жатырмыз. Енді қолмен ұстап, міне керемет. Қарасаңыздар, қатты денелерін қасыған кезде де өте ыңғайлы, әрі мал жеп қоймайды екен мынаны. Қасынған кезде өзіміз тұрып арқамызды қасығымыз келіп жатыр оған қазір. Міне, артынан көрінісі қазір. Машалла, керемет. Енді қазір бұл қорада тағы да бір жақсы бір нені байқап қалдым Абдуллаға. Біз енді өзімнің қашаннан бергі арманым, өзіңізде бір сөзіңізде айттыңыз, менің де арманым еді деген. Сол армандарды көрсетіп көпшіліктің не шығар, барлығына қызықты болу керек. Мына видеоны соңына шейін үзбей қараңыздар. Көптеген қызық, жақсы, пайдалы ақпараттар бар бұл жерде, бұл қорада. Ал енді өзіңіз бастай беріңіз. Самантай міне қора салған кезде кішкентай бір бассейн арман болған бізге, қойдарды шомылдыру үшін де. Бастан ойлап жүретін едік. Енді Аллаға шүкір, соған не қылдық, келдік. Мұны осы жерден кіргіземіз қойларымызды.
мына кубкіге түсіретін Иә. орын ғой, яғни. Иә. Қазір көпшіліктің түсінігі бойынша осылай тарап кеткен, яғни кубкі дейді. О, машалла, не деген Мынаяқтан ұзын. шығарып жібереміз. Малың іші андасында адамдар өзі шомылып тұрса да болады екен, мына көккүмбек қылып суын. Түсіріп, мынаяқтан шығарып жібереміз. Мына қазір мына осы алыстан сіз сол жақта тұра беріңіз, мен көрсете кетейін. Мына жерден малды айдайды екен. Мынаның барлығы малдың өтетін жолы, ар жағына огородқа өтіп кетпейді. Малды шығарады. Осымен келеді, мына жерге бір адам тұрады, болды. Осы жерден қысып екі жақтан малды түсіре береді. Сонда осымен былайынан кете береді, ар жағынан өзі, мына жер лестница ма, Абдуллаға мынаны? Жоқ, бұл сондай. Мынау арнайы істелінген екен, мына қараңыздаршы, мына өзі стоп. Кәдімгі тұяқтары осыған келіп, тіреліп шығып кетеді екен. Уклонның өзі керемет қылып жасалынған. О, міне бәрекелді. Қандай керемет. Содан осы жерге шығып кетеді екен. Мына. Абдуллаға енді бір сұрақ. Бағанда айта кеттім ғой. Мен де осыны қашаннан енді армандап жүрмін. Бұның биіктігі солары қалай болды? Осының. Биіктіктері 1 метрден асады. 1.10 ба сондай шығып қалады. Ұзындық ше? Ұзындығы қателеспесем бір 5 метр бар ғой жоба. 5 метр уклонымен. Ар жақта негізгі түсетіні 3,5 метр, бері қарата тағы да 1,5 метр бар сияқты. Сондай жоба. Жобасы сондай деп ойладық. Машалла, керемет, не деген ойластырылған барлығы. Мынандай қорада енді өздеріңізде қиналмай, жанның ләззатына асыл тұқымды қойларыңызды, асыл тұқымды кез келген малыңызды ұстай бересіз. Одан кейін бұл жерде жігітке жеті өнерде аз деген ғой. Абдулла ағамыздың тағы да бір хоббиі бар. Бұл осы орын. Бір ерекшеленіп, менде сразу көз түсті. Бұл жерде жылқыларға арнайы дайындалған ақырымен. Бұл жерде Абдуллаға енді Құдай қаласа кіргізесіз ба бұл жерге жылқыларыңызды? Иншалла. Күзде Құдай қалса, қазір ар жақта тұр. Күздің шамалы салқын түскенде кіргіземіз иншалла. Мына жерде бір жылқы тұратын жер бұл. Бір жылқыға арналған дейді. Мына жерде тұрған жылқының өзі де көп қой жауға жалаң езілмайды, шыққысы келмейді мына жерден. Мына несі, өзінің арнайы астауы, мына жерде суға шелектің орны керемет екен. Ал енді келесі, мына есік, не есік бұл? Бұл шөп қанамыз. Мына шөпке арналған сенабал. Яғни, мына байқасаңыздар, барлығы есеппен ойластырылған шөп қақ ортада болады. Мысалы үшін, мына жерге шөп нағылды ма, мына беттегі қораға да апару оңай, осындай арбамен, мына беттегі қораларға да апара береді. Яғни, ортаға орналастырылған екен. О, бәрекелді. Жалла мына. Төбесі потолокқа шейін жинастыра береді екен. Және де астына поддон төсеп қойыпты. Осындай қылып. Асты бетонлау дейме Абдуллаға? Бетондап. Сонда кейінен шашылған шөпті де сыпырып алып, қайта майдаларын, гүлдерін сала бергенге өте қолайлы істелінген екен. Ал енді келесі қоралар. Бұл жақта қорадан саны көп енді. Қазір қайсысы не екен өзі Абдулла ағамыз түсіндіре береді. Келесі қора. Міне байқасаңыздар, бұл қорада да осындай вентиляторлар істеп тұр ма? Әбеке қосып жүресіңізші, бар нәрсені көрейік. Өзімізде салқындайық. Барлығы осындай суағарларымен арнайы және де биік етіп жасалынған қораның барлығы. Ауа айналымы өте керемет болады. Кетті. Енді бұлар өзінің несіне келіп алам дегенше Абдуллаға сұрай берейік. Абдуллаға, мына жерде байқағаным, мына ақырларыңыз арғы ақырлардан шамал пәстеу жасалынған ба, қандай сияқты? Неге олай істелінді? Бұл қозыларға арналған. Қозыларын бөлген кезде ұрғашы еркек қозыларын бөліп қоюға арналған. Керемет. Сонда бір бетінде ұрғашы қозылар, екінші бетінде еркек қозылар болады ғой. Сізде биылға ұрғашы еркек қозыларыңыз бар ғой? Қазірге пока басқа қорада тұр ма енді? Ол үйде тұр. Ұрғашы қозылар. Көрдіңіздер ме? Барлығы жақсы ойластырылған екен. Біз қиналып жатамыз ғой. Мысалы үшін енесімен бірге қоя алмаймыз ұрғашы қозыларды, себебі жаңағыдегі қасына қосатын қошқары қашы жүре ма дейміз. Еркек қозылармен олармен қоя алмаймыз, бір-бірімен қандас болып қалады дейміз. Сол үшін осындай етіп, бір жағына еркек қозылар, екінші жағына ұрғашы қозыларға арнап жасалынған екен. Қазір енді мынау жалпы қораның жалпылама ұзындықтарын, ендерін өлшеп көрдіңіз ба негізі өзіңіз? Мысалы үшін мына қораның
ұзындығы мен ені деген сияқты. Бұл енді ені 5 метр. Мына еніне 5 метр. Иә, міне 6 метрден әрқайсысы. Әрқайсысы ұзындығы 6 метрден. 5-тен түскен. 6 метрден, былайынан 5 метрден да. Сонда мына екі загонның өзі 12-де 5 болып тұрды қазіргі таңда. Енді мына жақта, мына бөлмелер не нәрселер олар? Әбеге. Жем тұратын жеріміз бар, ол жақта. Көре аламыз ба қазір? Болады енді. Барлығын бір атла тамашалап кетейік, себебі бұл осы аула толықтай осы асыл тұқымды малдарды осы жерде қиындықсыз азықтандыру, осы жерде қарау, селекция жасау үшін жасалынған. Бұл жемге арналған жеріміз қысқы, иншалла. Жемнің тұратын орны, астыда барлығы бетондалған, енді керемет. Әлі де біраз нелер қосайын деп тұр ғой бұл жерге қазір Әбекең. Ошақ уже. Мына жақта арнайы жәндегі қарайлайтын, осы жерге малға қарайтын адамның өзінің үйі. Ең бастысы сол адамға бірінші условие жасау. Яғни мына жақта сол жәндегі ошақ қорасы, ертеңде ошақтардың барлығын салады екен. Мына жерде сол тұратын адамдарының үйі, осы малға қарайтын. Одан кейін мына жақтан да жақсы тағы да бір керемет дүниелер салынайын деп жатыр. Кеше сұхбаттасқан кезінде олардың барлығын сіздерге түсіндіріп, кейін жасалынған уақытында көрсететін боламыз иншалла. Одан кейін Абдуллаға, сіздерде мынау тағы да арғы бетте де бір ғимараттар бар. Жаңа воротадан кірген кезде оларды айта кетпедік. Соларды өз жерден бұлай айта берсеңіз. Мен түсінгенім бойынша біреуі намазхана. Иә, ол өзіміздің енді офисіміз отыратын жерлеріміз. Жеке Құдай қаласа біздер осы асыл тұқымды мал шаруашылығында жүрген жамағат келген уақытта отыратын бөлмелеріміз және де арнайы намазханалар барлығы ойластырылған екен керемет қылып. Ал одан кейін құрметті канал көрермендері, арнадан алыстамаңыздар. Енді бір тағы да бір жаңалықпен сіздерді қазір бөлісетін боламыз осы видеоның соңында. Ол жер барлығыңыздың осы шаруашылықпен айналысқан баршаңызға керек дүние. Қазір мына жерді айта кетейік. Абдуллаға, мына жерде мен байқағаным, қазір асқабақтар егілген секілді. Асқабақтар егілген. Мына мал шаруашылығында жүрген кез келген адам осындай көк егетін орындарыңыз болса, асқабақ еккендеріңіз дұрыс. Себебі оның жәндегі, енді оны бізде қазір қанша жылдық тәжірибеден енді білеміз, бұл жерде малдың ішкі құрттарын, соларды паразиттерді өлтіргеніне, әрі малға бір жағы витамин болады, соған керемет азық, керемет дәрумен ретінде осы асқабақ өте пайдалы. Сол үшін осылайына егіп қойсаңыздар, мына жерді мысалы үшін бос жатқызбай, осы жердің өзінен малға пайдалы дүниелер егілген. Ал енді ең главный бұл қораның фишкасы. Қазір сол фишкасымен таныстыратын боламыз. Ол фишка мына бөлме. Жаңа соңынан әдейіге қалдырып кеттік. Осыны общий қойлар тұратын жақтан ішке қарай кіреміз. Бұл қазір осы қораның фишкасы болып тұр негізгі. Ал, Абдуллаға кіріп өзіңіз бастап көрсете беріңіз. Бұл ең керегі осы бөлме баршамызға. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. О, мына, машалла. Бұл родзал. Дұрыс па? Қысқы родзал. Иншалла. Бұл үлкен бөлмесі. Мына жақта тұсақтарға, егіз туғандарға бөлек қою үшін арналған. Өзіңіз енді не болу керек, осылай түсіндіріп, жақындап айтып берсеңіз? Сол егіз қаптарға әкеп қойыпсыз бұл жерге. Апилкілер, ертең күні астына шашуға апилкілер. Әрқайсысында бір қой тұрады. Әрқайсысында бір қой. Тұсақтар негізінде кейбіреулер қосын алмай қалады. Солар үшін арнайы бір апта 10 күн тұруға арналған бөлмелер. Сонда әр қойыңыз төлдеген уақытта тұсағы болсын, саулығы болсын, мүмкіндігінше сиіп атса, өз жерге жеке-жеке қоясыз ғой, иә? Қозысыны алмай атқандар болса, егіз туып, жаңағыдай нелерге бөлек қоюға. Бұл общий негізінде. Негізі мынаның барлығына қойыла береді екен. Мына опилканы, мына жер қыш, бұл жерде де күйдірілген қыш екен. Бірақ сонда да үстіне осындай жаңадан төлдеген малға қазірден қыстың қамын жаз ойла деп қазірден опилкілерін әкеп төсеп қойыпты. Бұл жердің де байқасаңыздар, патологы өте жоғары, әрі светлый, яркий, керемет болып тұрды. Мына жер енді мал емес, кәдімгі қонақ күтетін зал болып тұр енді мына жер қазір. Одан кейін тағы да бір байқағаным, енді бізде көп нәрсені қораларды көріп жүрміз. Сіздің мына жерде екі есік қойыпсыз,
әрі бір есігіңіздің клеткалары үлкендеу болып тұр. Бұл есікті қойлар төлдеп болғаннан кейін иншалла мынаны алып тастаймыз. Қыстың күні. Сыртқы есікті алып тастаймыз. Алып тастаймыз. Жазғы мынау как детсад сияқты болады да. Қозылар кіріп, осы жерде жеміні жеп, өздері жүретін. Қозылар өте алады. Сонда мына жерде ақыр болады ғой? Иә, ақыр болады ұзын. Мына жақта ақыр болса, сонда мынамен мынау қозылар кіріп шығуына үлкен қойлар өте алмайды. Соған арналған. Керемет мұны. Барлығы жеке-жеке ойластырылған екен. Машалла. Әрі де мұнда байқасаңыздар, екі жақтамада терезелер арнайы қойылған. Яғни бұл ауа айналымын жақсы реттеу үшін. Сонымен қатар мына төбеде жабылмаған екен, ол жақтан да ауа айналады. Және де патология өте биік. Одан кейін байқасаңыздар, мына жерде вытяжка қойылған екен. Бұл жабық бөлме болғандықтан осындай ауа айналымы жоғары қарай барлығы шығып кету үшін осындай ауа сорғыштар жоғарыға қойылған екен. Машалла, көріп енді керемет енді. Барлығы көзге барлығына жақсы. Машалла, баракаталлаху фикум деп Аллах берекесін берсін, тіл көзден сақтасын. Құдай қаласа әбеке, шаруашылығыңыз берекелі болсын. Амин. Бағар көбейсін. Құдай қаласа тағы да бір жаңа дүниелермен бөліседі деген ойдамыз. Иншалла, бөлек келесі топтамада каналды постоянно тіркеліп қойыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, жақсы пікірлеріңізді жазыңыздар. Айтады ғой, жақсымен бөліссең көбейеді дейді. Сол үшін сіздің жақсылығыңызбен осылай бөлісіп, арнайы түсірілімге рұқсат беріп, осылай қылып жатқаныңызға Алла разы болсын. Құдай қаласа жақсылық, қуаныш көбейе берсін. Иншалла. Келесі түсірілімде жеке осы қандай малдар бар, қандай линия, оларды жеке-жеке түсіретін боламыз. Әзірге осыны көріп, жақсы пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға осындай Аллахым нәсіп қылсын, осындай қораны, осындай шаруашылық нәсіп қылсын. Ал баршаңызды каналда тіркеліп, осы сілтемесімен бөлісіп, жеке-жеке пікір қалдырады деген ниеттеміз. Баршаңызға Алла осындай қораны нәсіп қылсын, иншалла. Иншалла.